Қайырлы күн достар, сіздермен Нұрлан. Бүгіннен бастап мен сіздерге трейдингтің основасын, яғни базаның барлығын өзім тегін осы өзімнің YouTube каналымда түсіндіріп беретін боламын. Скорее всего, барлық роликтер с первого дубля жасауға тырысамын, чтобы не перезаписывать, поэтому строго не судите. Бұның барлығын сіздер үшін жасап жатырмын, чтобы сіздер көптеген болмайтын бір курстарға, ішінде өте қарапайым ақпараттарды беретін курстарға төлеп жүрмеу үшін лучше всего осы роликтерді көру арқылы сіздер основаның барлығын түсіне алатындай қылып бір плейлист жасағым келіп тұр. Поэтому поддержите, постараюсь сіздерге максимально ценный информация беруге. Бірақ та бұл роликтерде мен сіздерге именно какой-то бір стратегияны үйретпеймін, бірақ та именно трейдинг саласының ішіндегі барлық базаны түсіне алатындай қылып, және де не нәрсені оқу керек екенін мен сіздерге совет беретін боламын. Бірақ та бұлардың барлығы ешқандай финансовый рекомендацияға жатпайды, барлық рисктердің барлығы сіздердің өздеріңізде. Поэтому приятного просмотра, всем удачи. Ең алғашында сіздер TradingViewмен танысу керексіздер. TradingView бұл бізге как раз таки основной инструмент для торговли болады. Яғни біздің барлық анализдерімізді именно TradingViewдің ішінде жасайтын боламыз. Өйткені брокерлер беретін бізге өздерінің графиктер бізге ыңғайсыз, во-первых. Во-вторых, то же самое Binance'ның ішіндегі де графиктері оның ішінде TradingView'ді таңдай алсақ та бізде ол жерде анализ жасау бізге вообще ыңғайсыз. Соответственно, біз барлық анализді именно TradingView'да жасаймыз. Осы жерде барлық керекті ақпараттарды аламыз. Ең ыңғайлы инструмент қазіргі таңда барлық трейдерлер именно TradingView'мен жұмыс жасайды. Енді ең алғашында сіздер TradingView сайтына кіресіздер. Кіргеннен кейін сіздер әрине өзіңіздің атыңызбен кіруіңіз керексіздер. Яғни Google аккаунтпен кірсеңіздер болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай регистрация жасайсыздар. Соответственно, мен қазір уже өзімнің дайын Google аккаунтмен кіріп жатырмын. Кіргеннен кейін біз мына жерде жалпы продукты, сообщество, рынки да барлық ақпараттарды бізде өзіміз осы жерден ала аламыз. Бірақ та ең керектісі бізге мына жердегі чарт, яғни график. Продуктыды басамыз, потом графикті басамыз. И как раз таки мына жерде біз графикпен танысамыз. Сіздерде ең алғашқысында осылай болып тұрады. Это нормально. Поэтому бұл жерде сіздерге не өзгерту керек? Ең алғашымен. Давайте мен сіздерге инструментарий жайлы айтып берейін. Бізде қандай инструменттер бар? Оң жақ колоннада бізде как раз таки самый основной ол список наблюдения. Яғни бұл жерде біз как раз таки өзімізге керекті альткоиндарды, валютный параларды немесе там акциялар жайлы керектілерін барлығын таңдап, кіргізіп, қосып добавить етіп қоя аламыз. Яғни оны біз қалай жасай аламыз? Мына жерде көріп тұрғандарыңызда бізде добавить символ деген бар. Оны басқан кезде мына жерде біздің өзіміздің функцияларымыз ол акции, фьючерсы, форекс, крипто, индексы, облигации да. Соответственно, бұл жерде біз не нәрсе қосқымыз келеді? Мен қосқым келеді қазір евро-доллар. Именно форекс ішіне мен все деген таңдап қоя салыңыздар. Это просто әрқайсысын по отдельности таңдап, потом шатасып кетпеу үшін. Вот, басқа жерге баспай қойсаңыздар болады в целом. Мына жерде евро-доллар таңдайсыздар. Как раз таки енді осы жерден сіздер өзіңізге керекті, допустим, да, вот бізге предоставлять етіп тұрған брокерлер. Мына жерде мен біріншісін таңдай салайын. Таңдадым и кірдім. Как раз таки мына жерде мен евро-долларды уже анализ жасай аламын. Соответственно, бұларды мен отмечать етіп қоя аламын, ерекшелер. И керек еместерін барлығын өшіріп тастаған жөн. И неге сіздерге көп деген там альткоиндарды торговля жасаған дұрыс емес? Потому что сіздер басқа валюталар, басқа параларда, скажем так, олардың қалай қимылдайтынын білмейсіз. Лучше всего біз бір параға бір инструментті қолдануымыз керекпіз. Как раз таки бізде фокус болған кезде оның қалай жұмыс жасайтынын біз уже жатқа біле аламыз со временем. Соответственно, біздің эффективный жұмысымыз как раз таки жақсы болады. То есть работоспособность нашей торговой стратегии будет лучше. Енді түсіндік то, что мына жерде біз өзімізге керекті параларды қоса аламыз. Екіншісі ол оповещение. Оповещениені біз графиктің ішінде мына плюсик арқылы қоса аламыз. Немесе правой кнопки мышки бір жерге бассақ, допустим, бағаның мына жерге келген кезде мен
оповещение қосқым келеді деймін. Каждый раз, только один раз тырнақ қойсаңыз болады, немесе каждый раз при выполнении условий. Яғни баға егерде мына жерге қайтадан келе берсе, бізде оповещение келе береді. Менде қазір, скорее всего, перевод тұр. Из-за этого менде мына жердегі функция көрсетілмей жатыр. Мен тек қана біреуін ғана қоям, и как раз таки бұны просто қоса салам. Далее, менде мына жерден көріп тұрғандарыңыздай, менде оповещение қосылды. Оны біз паузаға қоя аламыз, временно отключаем, так скажем, да. Онан настройка жасай аламыз. Как раз таки мына жерде енді көрінді. Вот, мына жерде настройкасында керекті функцияларын ауыстырсаңыздар болады. Далее, оны қайтадан қосып қоя аламын, и баға осы диапазонға жеткен кезде бізге сообщение келеді. Сообщение бізге почтамызға келеді. Егерде TradingViewға сіз через телефон тоже установить етіп кіріп қойсаңыз, в таком случае сообщение сол жерге келеді, оповещение ретінде. Вот, давайте мен былай қоя салайын, чтобы, вот видите, бізге сообщение келді. Окей, все, бізде уведомление оповещениеміз өшіп кетті. Енді далее біз не білуіміз керек? Біз қалғандарын особо бүйтіп қарамай қойсаңыздар болады. Пока олардың барлығы сіздерге вообще керек емес. Мына жерде бұл реплей, то есть сіздер егерде про версиясын алсаңыздар, в таком случае сіздер историяны артқа қарай айналдыра аласыздар. Мына жерде мысал ретінде көрсетілген. И осылай сіздер бэк-тест жасай аласыздар. То есть отработка жасай аласыздар өздеріңіздің торговый стратегияларыңыз бойынша, да, мысалмен, как будто живой график секілді, чтобы күтіп отырмау үшін. Мына жерде жаңағы біздің оповещенияларымыз, мына жерде индикаторлар. Индикаторларды біз фаворитке қоса аламыз. Допустим, да, мен RSI-ды қосқым келіп тұр. Мен қостым, и менде RSI шықты. И әрине, любой индикаторды қосып жатқан кезде мына жерге біз жұлдызшаны баса аламыз. Сол кезде біз фаворитке қосамыз, в избранный добавить ете аламыз. И мына жерде сіздерде избранный деп тұрады, егерде орысша жазылса. Соответственно, осы жерде сіздерде уже избранныйда тұрған индикаторлар осы жерде дайын болып шығады. То же самое біз өшіріп тастай аламыз, и вот таким вот образом біз өшіріп қосып отыра аламыз. Мынау объемы то же самое, да? Енді дальше біз неге барыды қолданбаймыз особо? Барыды, я помню, Герчи қолданады, если что. Вот, былайша айтқан кезде өздеріңізге қалай ыңғайлы, соны қолданғандарыңыз жөн. Но ол относится именно к японским свечам и барам. Лично маған тек қана барыды қолданам. Японские свечи. Ой, кешірім сұраймын, мен именно свечиді қолданам японский, потому что именно японский свечаның ішінде біз больше всего информацияны ала аламыз. Именно максимумы, минимумы, открытие и закрытие жайлы, да. То же самое барыды көрсетеді, бірақ та бұл прям көзге ыңғайсыз. Лично мен бұған үйренбегенмін. Көзге ыңғайсыз, бәрі анық көрініп тұр, открытие, закрытие, максимум, минимумдарын барлығы көрсетіліп тұр. Міне как раз таки, да. Но, видите, олар прям тонкий, поэтому маған бұны қолдану вообще ыңғайсыз. Поэтому мен барыды қолданбаймын, мен тек қана японский свечені қолданамын. Достар, егерде сіздерге японский свечи жайлы көбірек ақпарат керек болса, ондай болса менің инстаграм парақшама тіркеліп, директіме японский свечи деп жазсаңыздар, мен сіздерге ссылканы жіберемін. Яғни бұл ссылка арқылы өтесіздер, ішінде японский свечи жайлы толықтай ақпарат болады, қазақ тіліне аударылған, от А до Я полностью мысалдармен бірге барлық керекті ақпарат жазылған. Потом мына жерде бізде таймфреймдер бар. Әрине сіздер мына жердегі минут сіздерде, скорее всего, тек қана біреу тұрады ең басында. Ең басында осылай біреу тұрады. Соответственно, сіздерде осылай ең керекті таймфреймдерге добавить қоя аласыздар избранныйға. Добавить еткен кездерде сіздерде менікіндей болып қосылып тұрады. Пока что сіздерге ең керектілері ол минутный, 5-минутный, 15-минутный. Ну, то же самое скопировать ете аласыздар. По идее, осы самый основнойлардың барлығы по-любому сіздерге керек болады. Вот, бірақ та сіздер 1 минутқа, нет, ауыса аласыздар. Жақсы. Тамаша. О, супер. Просто мен есімде бойынша 1 минутқа, вот, 10 минутты сіздер қоса алмайсыздар. Яғни мына жерде сіздер 10 минут дегендер көргіңіз келсе, уже сіздерге про версия керек.
Вот так вот определенный нәрселер бізде бесплатный версияда жұмыс жасамайды. Но это все не обязательно. Пока что сіздерге олардың барлығы керек емес. Потом сол жақ колоннада, мына жерде біз как раз ең керекті инструменттер тұрады. Ең алғашқы, ең соңғы қолданған еще да. Но олардың барлығын біз как раз давайте қарап шығайық. Ол біріншісі біздің прицелымыз. Біз көріп тұрсыз да, мен мышкамен қимылдатып жатырмын, бізде прицел тұр. Мен точка қоя аламын. Мен мышка секілді қыла аламын. Но самый ыңғайлы ол как раз прицел. Екіншісі ол линий. Мына жақта өздеріңізге керектілерін қолдансаңыздар болады. Smart Money ішінде бұлардың көбісі керек емес. Основнойларын мен сіздерге избранныйға қосып шығамын, сіздердің көздерінше, чтобы сіздер де осыны скопировать ете алатындай. Трендовая линия это основа, любой жерде қолданамыз. Соответственно, мен оны избранныйға добавить етіп қойдым. Көріп тұрсыздар ма да, барлықтарында бар. Соответственно, мен оны қосып қойдым, и менде мынандай жерде панель быстрых инструментовтың ішінде осы инструмент трендовая линия қосылды. Екіншісі ол Fibonacci и дополнительные функции по Fibonacci. Өздеріңіз былай сызып, өздеріңізге керектілер қолдансаңыздар болады. Определенные торговые стратегияларда, возможно, бұны қолданады. Поэтому мен бұларды вообще қолданбаймын, потому что керек емес деп ойлаймын. Основасын барлығын, ешқайсысын керек емес. Вот. Ең керектісі бұл жерде это Fibonacci. Fibonacci ткасы. Это все не настроено. Если что, это менің графигім емес. Мен сіздерге просто мысал ретінде көрсетіп жатырмын. И видеороликтің соңына қарай мен сіздерге өзімнің настройкаларымды көрсетемін. Потом ол кисть затын. Негізінде бұл достаточно керекті инструмент, но не обязательно то же самое, да? Пока өшіріп тұрайын, это маркер. Маркер арқылы біз отмечать ете аламыз. Допустим, максимумдар мен минимумдарды да. Потом это квадрат обычный. Мына жерде уже біздің қалғандары особо керек емес. Но керек енді. Тоже қоса салайық. Ну, қалғандары особо керек емес. Вот. Мына жерде текст. Жазғыларыңыз келсе бір нәрсе да. Қазір мен цветін ақ қылайын, чтобы сіздерге көрінетіндей қылып. То же самое настройка жасай аламыз. Қимылдата аламыз и өшіре салайық. Пока бізге бұлар керек емес. Ну, қараңыздар, сіздерге керекті кезде өздеріңізді былайша шұқылап отырып тауып ала аласыздар. Мен сіздерге қазір әр инструментті отдельно көрсетіп отырсам, біз өте қатты созып жібереміз бір қысқа роликті, иә. Соответственно, бұлардың барлығын негізінде өздеріңіз шұқылап көрсеңіздер болады. Так, далее. Мыналарды мен қолданбаймын. Long position, short position, мен сіздерге бұны риск менеджмент жайлы сабағында көрсеткен болатынмын. Егер де сіздерге тағы да ақпарат керек болса, осы жайлы да мен сіздерге келесі роликта түсіндіріп берейін. Қалғандарын особо қолданбаймыз, но кроме фиксированный профиль объема жайлы. Өте жақсы инструмент, по идее, бірақ та тоже особо біз бұны қолданбаймыз. Жалпы айтқан кезде бұл инструмент бізге көрсетеді өзіміз белгілеген диапазонда ең көп объемдар қай диапазонда орналасқанын көрсетеді. Допустим, именно осы жерден мына жерге дейін бізде объемның самое большое количество мынау қызыл линия диапазонында. Как раз мына жерде больше всего объем проторгован болған. Вот. Так, мына жерде бізде иконкалар. Біз белгілеп шыға аламыз да, өзімізге қалағанға тоже может керек болады. Мынау линейка. Магнит өте жақсы инструмент. Давайте мен сіздерге магнит жайлы түсіндіріп өтейін. Қараңыздар, бізде price action бойынша біз как раз таки зона слом структуры, сломов, да, и как раз таки соларды біз белгілеп өтуіміз керекпіз. Как раз таки оны белгілеген кезде біз линия тренданы қолданамыз. Оны қолданған кезде бізге, допустим, как раз таки да идеально ровный сызық сызу керек. Допустим, мынау біздің максимумымыз, дұрыс па? Мынау біздің максимумымыз. И мен бұлай бүйтіп көзде алмаймын, потому что мен көріп тұрған жоқпын артында тұрған линияны. И маған ыңғайсыз идеально ровно бүйтіп көзде отырып сызып отыруға, да, видите, это неудобно и бұл көп уақыт алады. Как раз таки мына жерде біз настройкасында өзгерте аламыз. Қараңыздар,
любой құрылған или отдельно инструменттермен жасалған нәрселердің барлығын біз настройкалар болады. Біз ол настройканы өзгерте аламыз. Мен, допустим, қазір 2 рет бассам, менде настройкасы шығады сразу же. Бір рет бассам, менде осындай панель шығады. И то же самое мына жерде мен қалыңдығын там өзгерте аламын, цветін өзгерте аламын да, қалай болса. Настройкасына кіре аламын осы жерден. Текстті міне қосып қойдым. И, допустим, вот босс деп жазып қойдым. Break off структурда. Тоже менде қара цветпен болып тұр. Мен оны ақ цветке ауыстырайын, чтобы әріптер көрінетіндей болып. Енді қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма, то, что мен мына жерге дұрыс көздеген жоқ екенімді. И сіздердің ойынша өйстіп көздеп отырған ыңғайлы ма? И қаншалықты көп уақыт алады? Әрине, достаточно көп уақыт алады. Енді қалай біз жалпы эффективно қолдана аламыз? Кстати, любой инструментті біз шаблон ретінде сохранить ете аламыз. Яғни мына шаблоны деп тұр. Вот, сохранить этот шаблон как? И босс деп жазып қоя салайын. Вот, save, все. Енді қараңыздар. Мен жаңадан линия жасағым келіп тұр. Идеально ровный и тесте жасағым келіп тұр да. Мен магнитті қосамын. Магнитті қосқан кезде көріп тұрсыздар ма, то, что менде прицелым свечаның диапазонда жүрсе, менде мынау линиялар как раз таки жабысып қалып жатыр свечаларға. Свечаның максимумына и начало и конец тела свечи и минимумына. Көріп тұрсыздар ғой да, жабысып қалып жатыр. Менде магнит қосылып тұр. Соответственно, енді мен бүйтіп көздеп отырмаймын, потому что маған бұның орнына жасап береді, мен примерно жақындатам и автоматом жабысып қалады. Көрдіңіздер ғой да? Идеально жабысып қалады өзі. Енді мен идеально ровный сызық сызғым келіп тұр. Көріп тұрсыздар ма, мен мына жерге сызғым келіп жатыр, бірақ та менде мына линия мына жерге жабысып қалды. Енді мен не істей аламын? Мен қайтадан мынаны өшіріп, бұны көздеп, туралап жүре аламын ба? Маған ыңғайлы ма бұл? Жоқ, ыңғайсыз, әрине ыңғайсыз. Соответственно, мен не істеймін? Магнит қосылып тұр бізде әлі. Мен ешнәрсе істеген жоқпын да. Левый кнопка мышкамен басып тұрмын, и менде как раз таки прицел жабысып қалып жатыр басқа свечаларға. Мен shift'ті басам, и магнитқа назар аударыңыздар мынаған. Shift'ті бастым, и менде магнит өшіп қалды. Временно өшіп қалды. Мен shift'ті басып тұрмын әлі. И қарап тұрсаңыздар, менде мына линия идеально ровно сызылып жатыр. По градусам идеально ровно сызылып жатыр. Көрдіңіздер ғой да? И мен просто қазір левую кнопка мышканы отпускаю. Менде линия қойылды, shift'ті жібердім. Соответственно, мен идеально ровно сызықты қойдым. Енді практика жасайық. Мен уже қолым берем қалған, әрине. Мен бұндай идеально ровный сызықтарды жасай бере аламын. Маған бұл уже ешқандай затруднение келмейді. Соответственно, сіздер практика жасау керексіздер, чтобы қолдарыңыз үйреніп қалу үшін. Мен автоматом сызық сызған кезде мен shift'ті басып, уже идеально ровный сызықты тез сыза аламын. Соответственно, да. Енді мен, допустим, вообще магнитті уақытша мынаны басып жүрмей, уақытша өшіргім келіп тұр. Мен просто Ctrl кнопкасын басамын, менде магнитті жабыспайды, менде линия идеально ровный сызылмайды, менде просто магнит временно өшіріліп тұр. Видите? Осындай функциясы да бар. Енді жаңа ғана біз есімізге түсірейік, то, что both деген шаблонды сохранить еттік. Именно линияның ішінде де мен қазір линияны бастым. Мынау шаблон деген функцияны бастым. И boss деген шықты. Менде boss деген сызық шықты. Break off структура. Көріп тұрсыздар ғой, то, что это прям ыңғайлы. И сіздерге каждый раз бітіп настройкасын ішіне кіріп, жазып, цветін ауыстырып отырудың керек жоқ. Бізге бұл как раз таки обеспечивает эффективность естественно жасау арқылы. Бұлардың барлығын мен по отдельности бітіп өшіріп жүрудің орнына, remove деп та, удалить деген секілді, или delete пен басып жүріп өшірудің орнына, мен қазір пустой жерге Ctrl-ды басып тұрмын, и левой кнопки мышки мен просто выделять етіп жатырмын осы жерді. Ctrl-ды мен басып тұрып жасап жатырмын. И все, мен delete деген кнопканы басам клавиатурада, и барлығы өшіп кетеді. Енді
Так, мына функция арқылы, давайте мен бүйтіп сыза салайын просто, да, мына функция бізде скрывает барлық сызылған нәрселерді, но только временно. То есть сіз бір нәрсе сызғыңыз келсе, мыналар бізде уже пайда болады. Ctrl-Z инструменті бұл мына инструмент. Как раз таки бұл артқа айналдыру деген мағынаны білдіреді. Ал Ctrl-Y это алдыға айналдыру. Яғни мен артқа айналдырамын қазір. Ctrl-ды басып тұрмын. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Көрдіңіздер ғой, менде барлығы артқа айналды. Ctrl-Y, 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 Ctrl-Y. Менде уақыт алдыға айналды. Соответственно, бұлар мына функциялар. Ctrl-ды басып тұрып, барлығын өшіріп тастады. Так, енді сіздерге тағы да не білу керек? Қараңыздар, неге опытный трейдерлердің барлығы неге жалпы графикті өзгертіп тастайды? Стандартный емес, какой-то бір непонятный там ақ, сары, қызыл, жасыл, көк қылып тастайды. Неге олай жасайды деп ойлайсыздар? Естеріңізде болсын, то что трейдинг бұл борьба с эмоциями, яғни сіздің эмоцияларыңыз өте үлкен роль атқарады бұл салада. Сіздің самоконтроль, да, это самое важное, психология это самое важное. Соответственно, қараңыздар енді. Естеріңізге түсіріңіздер. Қызыл цвет бізбен не нәрсемен ассоциируется? Допустим, сіз любой жерде, любой финансовый рынокта торговля жасаған кезде, қызыл цвет как раз таки, да, ол көріп тұрасыздар ғой, допустим, сізде позицияңыз убыточный болып тұр, сіз көріп тұрсыз, то что сізде қазір минус $50 потеряно деп жазылып тұр, бірақ та стоп-лосспен жабылған жоқ. Сіз көріп тұрсыз просто минус екен. И ол қандай цветпен белгіленіп тұр? Әрине қызыл цветпен. Это во-первых. Во-вторых, допустим, қызыл цвет светофор. Светофорды, қызыл цветті көрген кезде сізге срочно тоқта деген нәрсені білдіреді, дұрыс па? Және де, допустим, сіз қызыл цветке өтіп бара жатсаңыз, это реально опасность қой. Тоқтау керек сізге. Қызыл цвет это қан, это кровь. Адамдардың барлығы инстинктивно боится крови, дұрыс па? Соответственно, қызыл цвет бізге не нәрсе алып келеді? Әрине страх. Страх. Оны болмау үшін біз хотя бы өз-өзімізді визуально алдай аламыз. Ол үшін біз не істейміз? Как раз ки мына қызыл свечаларды басқа цветке ауыстырамыз. Настройкаға кірдік, settings. И мына жерде мен қызыл цветті, допустим, көк цвет қылғым келеді. Барлығын көкке былай жасап тастаймын. Енді менде көк пен жасыл болып тұр. Уже не так давит, я көріп тұрсам, разницасын байқадыңыздар ма? Не так сильно давит. Во-вторых, там маған, допустим, как раз таки мынау қара. Онда жұмыс істеу ыңғайсыз, маған ұнамайды. Мен өзгерткім келіп тұр оны. Так, соны біз қалай ауыстыра аламыз? Төртіншісіне кіресіздер. Мына жерде біз однотипный таңдаймыз и ақ цветті таңдадым. Ақ цветті таңдадым. Подождите. Ең басында сіздерде мынау болады. Если не ошибаюсь... вот. Вертикальные и горизонтальные линии. Көріп тұрсыздар ма мына линияларды? Сіздерде там 6% деп тұрады. Бітсеңіз сіздер явно көре аласыздар, сіздерде осындай болады бәрінде, да? Соответственно, тоже мынаны біз нөлге қойып тастаймыз. Екеуінде біз прозрачностьті нөлге қойып тастаймыз, чтобы ол бізде вообще болмау үшін. Егер де керек болмаса, лично маған керек емес, ол наоборот, графикте көп нәрсе сызылып тұрған секілді, и маған ыңғайсыз. Біз өзімізге жақсы зона обстановки жасауымыз керекпіз, яғни комфорт жасауымыз керекпіз. Егер де графиктің ішіне каша болып жатса, значит сіздің басыңызда да каша болып жатыр деген сөз. Соответственно, мен фонды өзгерткім келеді. Ақ цвет, допустим, да, это уже по-другому прям. Оны еще қалай жасай аламыз? Dark mode қосылып тұр менде, мен оны өшіріп тастай аламын, ноуды басам, и менде полностью белый фон, белый настроенный фон. То есть мен dark mode қосылған до этого, и мен қазір оны өшіріп тастадым, соответственно, да, и стандартный как раз таки бізде режим қосылып тұр. Ақ цвет бізге ыңғайсыз болса,
сіздер мына жерде кастомный қойсаңыздар болады, яғни өздеріңізге ыңғайлатып, там какой-нибудь вот приятный цвет болады, чтобы который еще и не давит. Ну, примерно осылай. Такой бежевый оттенок, да? Көзге ауыр тимейтіндей қылып. Енді маған мына көк цветтер ұнамай жатыр енді. Обычно мен қалай ауыстырамын? Мен свечаларым жалпы настройкалар қандай? Мен мыналардың барлығын ақ свеча қыламын. Обычно ақ свеча немесе жасыл свеча. Ну, разница жоқ. Негізінде, знаете, негізінде жасыл свечаны не обязательно ауыстыру, потому что әрине ол да ақшаны білдіреді, ол параллельно это жадность вызывает. Не сильно, қатты емес. Потому что все равно жасыл цвет это природа, правильно? Соответственно, он не так сильно влияет, и оны ауыстыру не обязательно. Обычно менің свечаларым осындай. Сіздер әрине өздеріңізге ыңғайлатып тоже ауыстырып алсаңыздар болады. Так, енді біз ең алғашында не түсіндік? Түсіндік то, что біз обязательно свечаларды ауыстыру керек екенімізді цветінде, особенно қызыл цветті. Түсіндік то, что граффити біз тазалықты ұстау керекпіз, и любой нәрсе жасап жатқан кезде сіздер обязательно аккуратно жасауға тырысыңыздар.